Білім жаста болмайды екен, баста болады екен. Жасы үлкен адамның білімі көп деп айта алмаймыз. Жасы кіші адамның білімі аз деп айта алмаймыз. Кімнің басы істейді, соның білімі жоғары деген сөз. Төле би атамыз 9 жасынан бастап билік айтқан ғой. Бала кезінде әкесі Әлібек би болған, қайткен қасын ертіп жүріп оған билікті әке балаға сыншы дейді ғой. Сөйтіп тәрбиелеген. Жалпы мен өзім 2 жыл болды Қазақстанға келгелі. Алтайдың ар жағының жігітімін. Қазір елдің бәрі Қытай дейді ғой, Қытайдан келген. Жоқ, мен Қытайдан келген жоқпын. Алтайдан келген. Өйткені ол қазақтың жері бөлініп қалған. Сол үшін бұл жерде бәріңізді естіп отырмын, тыңдап, кім не айтады екен деген сияқты. Біздің барлығымыздың ойлағанымыз қазақтың бірлігі, қазақтың болашағы. Осы жерге келіп отырған баршаңызға рахмет. Үйіңізде жатып, ой мен кәртейдім, мен пенсиям бар, не қыламын деп жатқан шалдар көп. Соған қазақ айтады ғой, жақсы қартайса дейді, дана болар дейді, жаман қартайса бықсыған шала болар дейді. Кезіндегі аталарымызға айткен, қартайған кезінде бүкіл елдің ұйытқысы болып, бір ауылды басқарып, аузына қаратып отырған. Қазіргі аталарымыз тойға барса, 2 ауыз сөздің басын қосып сөйлей алмайды. Бір қазақтың мақалын білмейді. Би жайлы қазақта мұндай ұғым бар, би дейді. Би жоқта құл жүреді жораға дейді. Ит жоқта шош құреді қораға дейді. Би деген кім? Би деген бүкіл елдің билігін ұстаған адам. Кімнің ақшасын алсаң, соның жырын жырлайсың. Кімнің киімін кисең, соның сөзін сөйлейсің. Біз дара ешкімге тәуелді болмау керекпіз. Халық бар жерде халық өлтірмейді. Былтыр біз ешкімнен ақша сұрамай 8 мың, 10 мың теңгеден жинап өзіміз бас қостық қой. Не керек? Бізге керегі 2 адам болып қалу керекпіз. 2 нәрсе өлмейді өмірде. Жақсының аты өлмейді, ғалымның қат өлмейді. Сол жақсы деген сіздер. Біреуіңіз 10 адамды өзгертсеңіз де, біреуіңіз 10 жасты тәрбиелеп кетсеңіз де, ертең күні сіздер өліп қалған күні солар сіздерге дұға жасап, арттарыңыздан Құран оқып отырады. Міне керегі сол. Кешегі байып кеткен байлардың сыйқын көріп отырсыз, өзінің туған жеріне келе алмай жүр, оның атын атап түстемей қояқ ол, керек емес. Бізге керегі жақсы болып, жақсы атпен өлсек. Ана айтады ғой, Майлықожа, Бердіқожаның термесі бар ғой. Адам болып келдім өмірге, адам болып кетсем тілегім дейді. Бәріңе соны тіледім дейді ғой. Сонда адам болып келіп, хайуан болып кетіп жатқандар көп. Сол үшін жақсы атымызды қалтырып, елге барымызды сап, жанымызды сап, жұмыс жасау біздің мақсатымыз. Бізге мәнсапта керегі жоқ, қана кінәш қасын